Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жоғалтқан нәрсемізді жоғалтқан жерімізден іздейік. Қожанасыр жарықтық бір күні отын су сақтайтын сарайында жүріп, оймағын жоғалтып алады. Өзі үшін аса құнды әрі бірталай жылдың естелігі болып табылатын бұл оймақты қанша әуреленіп іздесе де таппапты. Өйткені ол өмір сүрген заманда қазіргідей электр шамы жоқ. Газдың жарығы да қажет деңгейде жарық бермейді. Оның үстіне жердің бәрі қап-қара көмір, еш нәрсе көрінбейді. Қожекеңнің мазасы кетіпті. Болмаған соң сарайдан тысқа шығып, жоғалған оймағын сырттан іздей бастапты. Үйінің жанынан ары-бері өткен адамдар Қожанасырға жаны ашып, жоғалтқан затын бірге іздесіп кетіпті. Бірақ қанша іздесе де еш нәтиже болмапты. Әлгі оймақты таппапты. Сөйтіп адамдар оған: "Қожеке, осыншама адам жабылып іздемеген жеріміз қалмады. Аз ғана уақыт бұрын жоғалтқан оймағыңыз қалай табылмай жатыр? Сіз жақсылап ойланып есіңізге түсіріңізші, расында да осы жерге жоғалттыңыз ба?" депті. Сонда Қожекең: "Мен негізі оймағымды көмір сақтайтын сарайдың ішінде жоғалтқан едім" депті саспастан. Біршама уақыттан бері оймақты іздеуден шаршаған көпшілік мұны естігенде ашуланды. "Қожеке, сарайда жоғалтқан оймағыңыз ауладан қалай табылмақ?" дегенде ол: Сарайдың іші тас түнек қараңғы болса қайтейін? Аула жарық болған соң сол жерден іздегенді жөн көрдім" депті салмақты қалпынан айнымаған Қожанасыр. Міне, бізде Қожанасыр секілді бақытты іздеу керек жерден емес, мүлдем басқа жерден іздедік. Бақыт деген біздің өз ішімізде, өз мәдениетімізде, иманымызда екендігін естен шығарып, оны Европаның сырты бүтін, іші түтін дүниелерінен һәм модаларынан іздеп шарқ ұрдық. Түсінген адамға Қожанасырдың бұл оқиғасы терең ғибрат береді. Өздері бақытты таппаған, менмендік пен материалистік көзқарастан ары аса алмаған батыс қоғамы бізге қалайша бақытты болудың үлгісін көрсете алады.